Матам 3 метр ұзын болғаннан кейін сыймайды экранға, осылай көрсетіп жатырмын. Осылай орналастырып аламыз бірінші. Артқы бойдың аптачкасы негізі бүктеліп пішіледі. Осылай бір жағы сгиб болады. Осылай бір жағын бастырып аламыз да, кейін екінші жағына қойып бастырамыз. Сонда бір бүтін болып шығады. Енді мата бүктелген күйінде полочка дегеннен екеу пішіп аламыз. Және де падбордтан екеу пішеміз. Сонда бізде 4 деталь болады. Алдыңғы бойдан 4 болады. Енді барлығын орналастырғаннан кейін ручкамен немесе бормен сызып шығамыз. Міндетті түрде насичкаларын белгілеп қоямыз. Тіккен кезде сол бір-біріне насичкалар келу керек. Міне мынау бізде негізгі матадан пішілген бөліктер. Алдыңғы бойдан 2, падборд 2, артқы бойдан сгиппен 1, және бачоктары, және де желбір тігетін жерлері. Жеңін көресіздер, андай қысқа жең тіксеңіздер, осы негізгі матадан пішесіздер. Ал мынау астар матадан пішірген бөліктер. Артқы бой 1, және де бачоктары 2-ден. Ал мынау дублерин. Мен негізгі матадан пішкен барлығын қалдырмай бәрін дублериндаймын. Формасын ұстап, қап-қатты болып әдемі болып тұрсын деп. Сол үшін мен барлығын дублериндаймын. Міне мен негізгі матадан пішкен бөліктердің барлығын дублериндап алдым. Ал сіздерге қай жер дублериндау керек екенін мен қазір фото салып қоям, соған қарап дублериндайсыздар. Мына фотода дублериндау керек детальдарды көре аласыздар. Сарымен боялғандар сол дублериндау керек детальдар.